бір нәрсе алғымыз келе береді ғой. Ол нәрсе заңға келмегендіктен біз өмірі ұспатта жүреміз, постоянно ше. Ештеңе шығармастан біз көп ақша алғымыз келеді. Біз бермей алғымыз келе береді да. Біз бірінші беруіміз керек. Пендеміз. Иә, көмектесу керек, беру керек. Ал біздің компания заставить сондайға ше. Беруге, көмектесуге. Заставить етіп саған ғой солай. Сіз жан-жағыңызға қарайсыз ғой. Барлығы ауырып жүр, оларға сіз ауруларға көмектесіп жатсыз, беріп жатсыз. Иә? Продукция ұсындыңыз ба, сіз бердіңіз, жақсылық. Жақсы сөз айтып жатырмыз қазір. Бір-бірімізге күшті нәрсе. Міне берушіміз. Иә, берушіміз ғой. Енді бізге алушы деген қаяқтан келеді? Біз беріп жатырмыз ғой. Алладан келіп жатыр ғой. Алладан келгенді біз беріп жатырмыз. Біз өзімізден, денемізден бір нәрсе өндіріп шығарып беріп жатқан жоқпыз. Алла бізге береді, біз оны біз береміз. Ал егер де Алланың бергеніне қатып алып, егер бермей қойсақ, ол біздің уже кемшілік, ауру деген сөз ол. Уже ауыра бастаймыз бізде. Сол ауруды жеңу үшін біз беріп отыруымыз керек. Садақа нені тоқтатады? Садақа бәрін жамандықтар тоқтатады деген. Сол нәрселер бар еші. Сосын біздің тағдырымыз біздің сол өзгертеді. Тағдырларымыз бар біздің. Жақсы сөз сөйлеу. Мысалы, сізге жақсы сөз сөйлей алсам, мен тағдырым өзгереді жақсы жаққа қарай. Егер сізге жаман сөз сөйлесем, менің тағдырым жаман жаққа өзгереді. Адамның тағдыры тіліне байланған деп айтады. Исламда солай айтады. Құранда дәл солай айтылады. Адам тағдырын өз тілімен жасайды дейді. Тіліңде жаман сөз сөйлесең, тағдырыңда дәл сол болады. Жақсы сөз сөйлесең, жақсы сөз тағдырыңда сол болады. Тіл миға байланған, ақылға байланған. Тіл ақылға. Ақылыңда қаншалықты таза нәрсе болса, сол тіл соны ғана шығара алады. Болды. Ақыл жүрекке байланған дейді. Жүрек Құдайға байланды дейді. Құдайдан келген бүкіл информация екі арада связь болмай қалса адамда, жүрек кірлейді. Жүрек кірлеген кезде ми кірлейді, ақылың кірлейді. Ақыл кірлегеннен сөзіңнен жаман сөздер шыға бастайды. Ренжу, жамандық, неше түрлі жаман сөздер бар. Адамды балағаттау, кемсіту, неше түрлі нәрселер бар. Сол тіл, сол арқылы оған айтып атқан жоқпыз. Біз тағдырымызға айтып отыр екенбіз, оказывается. Біз тағдырымызды өзгертіп жатырмыз жамандыққа. Сол үшін біз бірінші жүректі Құдайға байлауымыз керек. Құдай, мен жүрегім тазала, мен саған байлаулымын. Жүрек тазаланған кезде ақыл тазаланды. Ақыл тазаланған кезде тіл таза болды. Тіл жақсы сөздерді сөйлей алатын болды. Одан кейін сен тағдырың өзгерді жақсы жаққа дейді. Міне осы өзгеру деген нәрсе. Бұл біздің берушіміз. Тек беріп жатырмыз біз. Сондықтан біздің миымыз тазаланудың өзі бұл үлкен жұмыс. Бір үлкен ақша тапқан екен бір кісі. Ақша тауып алыпты да, мынау ақшаны енді қандай бизнеске вложение жасайын деп бір мықты адамға барады, сұрайды ақылшыға. Ол кісі айтады, бүкіл бизнесмендердің бәрін оқытқан кісі. Ол кісі айтады, сен бірінші бұл ақшаны алда миыңа сал дейді, ақылыңа сал дейді. Миыңа көп жұмса дейді, ақылыңды көбейт дейді. Иә, анда қатыс, мұнда қатыс, иә, миды толықтыр дейді. Миың толыққан кезде, сол ми толығады ғой, ақыл сені асырайды дейді өмірі бақи. Сол сенің бизнесің мына жақта дейді бірінші, оған солай айтады. Сонда ол не істеу керек? Вложение өзімізге жасауымыз керек бірінші. Вложение деген нәрсе біз ойлаймыз, ана адамға көмектесіп бүйтіп. Бірінші вложение адам өзінен бастайды. Зекет, садақа деген нәрсе бар. Неде? Бізде, исламда. Садақаны ең бірінші кімге берейін десе, өзіңе бер дейді. Өзіңнен баста дейді. Өзің толмай ешкімге бере алмайсың дейді. Өзіңнен бастап, өзіңді толмаса жақсылыққа, денеңді жақсылыққа толтыра алмасаң, біреуге жақсылық істей алмайсың.